Меншік құқығына көлік құралдары бар жеке тұлғалар көлік салығын төлеуші болып табылады. Көлік салығын қалай есептей аламын? Сіз Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің порталында электрондық қызметтер бөлімінде орналастырылған калькулятор қызметін және салық азамат қызметін пайдаланып, көлік салығын есептей аласыз. Төлем мерзімі есепті салық кезеңінен кейінгі жылдың 1 сәуірінен кешіктірмеуі керек. Көлік салығын төлеу үшін қандай реквизиттер қажет? Көлік салығының реквизиттері: БСК коды 104402, СТК коды 911, пайыздық айыппұл деректемелері ТТК коды 912. Қандай тұлғалар көліктік салықтан босатылады? Салық кодексінің 490 бабында қарастырылған Ұлы Отан соғысына қатысушылар мен оларға теңестірілгендер, соғыс жылдары тылда жанқиярлық еңбек ету нәтижесінде КСРО-ның ордендері мен медальдерімен марапатталғандар, халық қаһарманы Қазақстанның еңбек ері атағына ие болғандар, даңқ отан орденінің иегерлері, көп балалы батыр аналар, алтын алқа және күміс алқа иелері, мүгедектер босатылады. Көлік салығын есептеу үшін тиісті қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша айлық есептік көрсеткіш қолданылады.